Қайырлы күн. Бүгін сіздермен дастарханға сән беретін өте дәмді қытырлақтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, секер, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қытырлаққа қажетті ингредиенттерді төмендегі описание бөлімінде қалдырамын. Ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызға осылай сұйық майды жағып, бетін жауып қойып, қамырымызды демалтамыз. Екінші ыдысымызды алып, жаңағыдай жұмыртқа, секер, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне қызғылт бояуымыздан 3-4 тамшы құямыз. Ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Бұл қамырымыздың үстіне де сұйық майды жағып, бетін жауып демалтамыз. Жарты сағат өткеннен кейін осылай қамырымызды алып, жұқа етіп жайып аламыз. Осындай ирек пышақпен қамырымызды кесіп әзірлеп аламыз.
осылай қамырымыздың шетін әдемілеп кесіп аламыз. Алдын ала әзірлеп қойған қамырымызды осылай қолымызға жинап алып, шанышқы немесе ағаш таяқшаның көмегімен қайнап тұрған майымызға қытырлағымызды пісіреміз. Осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Қызғылт қамырымызды да осылай етіп жақсылап жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды енді осылай дөңгелек формада ойып аламыз. Гүл жасау үшін осылай қамырымызды төрт жағынан осылай кесіп аламыз. Үш қамырды ортасына су жаға отырып бір-біріне біріктіреміз. Қайнап тұрған жаңағы майымызға салып, осылай айналдырып пісіріп аламыз. Майда көп ұстамаймыз, өйткені олар түсін жоғалтады, күйіп кетуі мүмкін. Мінекей әп-әдемі дастарханымызға сән беретін өте дәмді қытырлағымыз дайын болды. Сіздер де жасап, қонақтарыңызды қуантыңыз. Сіздермен болған 5 бармақ каналы.